Сәлем достар, менің ас үйіме қош келдіңіздер. Біз бүгін үй жағдайында ірімшіктен вареники әзірлейтін боламыз. Бізге ең бірінші вареникенің қамырын әзірлеп аламыз. Яғни ол үшін 2 жұмыртқа, тұзды су және ұн қажет. Міндетті түрде жұмыртқа суға салған кезде вареникенің қамыры тесіліп, езіліп кетпеу үшін міндетті түрде 2 жұмыртқа саламыз және суын тұздысын қатты ашытыла боламыз. Сөйтіп қатты қылып илейтін боламыз. Қанша илеп қойып қоямыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Ішіне салатын, яғни ол үшін бізге сүзбе, яғни творог, одан кейін осыландай көк пияз, одан кейін 1 жұмыртқа қажет болады. Осылай пиязды алып, жақсылап турап, майдалап турап аламыз. Одан кейін сүзбемізді алып, оның үстіне 1 жұмыртқамызды жарып саламыз. Оның үстіне туралған көк пиязымызды саламыз. Оның үстіне тұзды салып, яғни өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Тұзды салып алып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді міне қанып тұрған қамырымызды алып, осыны кесіп бөліктерге бөліп аламыз. Енді бөліп болғаннан кейін, яғни бұны үстінен басып, осылай келтіріп аламыз да, оны кішкене бөліктерге бөліп, яғни вареники жасауға шақтап, осылай кішкене бөліктер жасап алып қоятын боламыз. Достар, менің жасап жатқан бүгінгі варениким сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңыздар. Қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Міне осылай жайып аламыз. Міндетті түрде үстіне ұн себіңіздер, сеппесеңіздер жабысып қалатын болады. Осылай оқтайымызға осылай әдемілеп жайып аламыз, қағып жаямыз. Себебі қалың болып кетсе де, піскен кезде ісініп кететін болады. Міне осылай ішіне салмамызды салып, жан-жағын осылай басып аламыз. Біздің жасап жатқан вареникилеріміз осылай дайын болды. Міне барлығын жақсылап түйіп алдық. Енді қайнап тұрған суға алып, осылай саламыз. Шамамен 10 минуттың арасында пісіп қалады. Міне бүгін біздің ірімшіктен дайындаған вареникиміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Міндетті түрде лайк басып